Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен тауық қанаттарынан чупа-чупстар дайындайтын боламыз. Бұл өте дәмді шығады, әрі дастарханыңызға тіске басар ретінде ұсынсаңыз, дастарханыңыздың көркін келтіретін болады. Орысша айтқанда куриные чупа-чупсы. Ендеше дайындап бастайық. Толық ерітілген тауық қанаттарын үшке бөлеміз. Бастапқы осы бөлігі бізге қажет емес, ортаңғы бөлігін дәл осы күйінде қалдырамыз, және шеткі бөлігін дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай басынан бастап етін осылай ысыратын боламыз артқа қарай, яғни еті аз жерінен бастаймыз, жан-жағын ашып осылай етті төмен қарай түсіреміз. Мінекей дәл осылай видеодағыдай мұқият қарап алыңыздар. Төмен қарай пышақтың көмегімен түсіріп алған соң әрі қарай осылай чупа-чупс секілді көлемдер жасайтын боламыз қолмен. Тағы да сіздерге түсінікті болу үшін бір көрсетіп жіберейін. Міне бастапқы бөлігі бізге керек емес, тауық қанаттарының ортаңғы бөлігін дәл осы күйінде қалдырамыз, және шеткі бөлігін еті аз жерінен бастап пышақпен жан-жағының етін алып төмен қарай түсіретін боламыз. Және достар, видеом каналым ұнап жатса, қазақша контентті қолдап, лайк басып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Мінекей дәл осылай етті төмен қарай түсіреміз, ысырып, және қолымызбен осылай дөңгелетіп, чупа-чупс секілді пішін беретін боламыз. Барлығын осылай жасап шығамыз, және біздің тауық еттерін маринадтайтын боламыз. Ол үшін тұз, дәміне қарай бұрыш, паприка және сарымсақ қостым. Егер сізде үйде тауыққа арналған арнайы дәмдеуіш болса, соны қоссаңыз да болады. Барлығын араластырып, кем дегенде жарты сағатқа маринадтап қоятын боламыз. Тауық еттерін неғұрлым көп маринадтап қойсаңыз, соғұрлым дәмдірек бола түседі. Менде уақыт тығыз болғандықтан шамамен 30 минуттай ғана маринадтап қойдым. Әрі қарай мен пешті қыздырамын. Міндетті түрде 180 градуста қызып тұрған пеште біз тауық қанаттарын шамамен 15 минуттай пісіріп аламыз. Пергамент қағазы төселген противеньге дәл осылай қойып шығамыз. Сіз қалай қоясыз, солай пішін сақтап қалатын болады. Сондықтан да жақсылап түзу етіп қойғаныңыз дұрыс. Пергамент қағазы болмаса, противеньге май жақсаңыз болады. Мінекей барлығын осылай қойып шықты. Міндетті түрде түзу қоюға тырысыңыз, сонда әдемі болып пісіп шығатын болады. Шамамен 15 минуттай пісіріп алдым. Енді бізге жұмыртқа қажет. Жұмыртқаны осылай шанышқымен араластырып, осыған жаңағы 15 минут піскен тауық аяқтарын саламын, және ұнға саламын. Тағы да жұмыртқаға, тағы да екінші рет қайтара ұнға саламын, және үшінші рет қайтара жұмыртқаға салып, үшіншісінде осы панировочный сухариге малып алатын боламын. Міндетті түрде екі қайтара ұнға, үшіншісінде панировочный сухариге салатын боламыз. Сонда сіздің тауық қанаттарыңыз піскен кезде чупа-чупстарыңыз бір тегіс әдемі болып шығады. Мінекей ұнға саламын, және үшінші рет жұмыртқаға малып алған соң міндетті түрде осындай панировочный сухариге саламын. Екі қайтара ұнға, үшіншісінде панировочный сухариге аунатып аламыз. Ары қарай қызып тұрған майда қызарғанша біздің тауық қанаттарын пісіріп алатын боламыз, яғни куриные чупа-чупстарымызды. Міне мен жан-жағын аудара отырып, жақсылап қызартып пісіріп алдым. Май қатты қызып кетпеу керек. Егер майыңыз қатты қызып кетсе, сіздің тауықтарыңыздың еттері тез қызарып, ортасы шикі болып қалады. Ары қарай дайын болған чупа-чупстарымызға осылай фольга ораймыз бас жағына. Сонда біз дастарханға қойғанда әдемі көрінеді, және жегенде өзіңізге ыңғайлы болу үшін осылай фольга ораймыз. Мінекей осымен біздің куриные чупа-чупстарымыз дайын болды. Дастарханға тіске басар ретінде ұсынуға таптырмайтын идея деп ойлаймын. Сіздерге міндетті түрде дәл осы рецепт бойынша дайындап көрулеріңізге кеңес беремін. Және видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!